Ал олай болса балалар, біз 4-ші тапсырмаға келіп жеттік. 4-ші жаттығуда кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар деген. Балалар, біз мына кестедегі есептерді құрастырып шығармас бұрын, біз мына берілген тік төртбұрышқа назар аударайық. Яғни тік төртбұрыштың балалар бізге ұзындығы берілген, ені берілген, яғни осы төртбұрыштың ауданын табу керек. Біздің ауданды табу үшін мына формула бізге қажет болады, балалар, білесіңдер. S тең А көбейтілген Б, яғни аудан тең А ұзындық көбейтілген Б енге. Енді осы біз формула бізге осы есепте құрастыру барысында қажет болады, балалар. Енді біз кестеге назар аударайық. Біздің кестеде 4 есепті құрастыру керек болады, өйткені 4 қатарға мән берілген. Бірінші қатарда бізде А белгілі, Б белгілі, С аудан белгісіз. Екінші қатарда бізде Б белгілі, аудан белгілі, біз А-ны табуымыз қажет. Үшінші қатарда бізде А белгілі, аудан белгілі, Б белгісіз. Ал төртінші қатарда бізде А белгісіз, Б белгілі, С белгілі, бізде А-ны табу қажет. Ал енді балалармен әр қатарды, бірінші қатарды бірінші қатарға, екінші қатарды екінші қатарға, үшінші қатарды мына үшінші қатарға, төртінші қатарды мына төртінші қатарға есеп құрастырып шығардым. Ал енді балалар, сендерге түсінікті болу үшін түсіндіріп кетейін. Бізде бірінші қатардағы есепте берілген мәндерде А белгілі 17 сантиметр, Б 3 сантиметр, бізде белгісіз С аудан. Яғни шешуін табу үшін бізге мына формула қажет болады. S тең А көбейтілген Б. Енді S-ті табу үшін біз мына А және Б-ға мәндер беруіміз керек. 17 сантиметр көбейтілген 3 сантиметр тең болады 51 сантиметр квадрат. Жауабы 51 сантиметр квадрат. Енді балалар, біздің екінші қатарда бағана айтып өттік А белгісіз деп. Онда Б тең болады 8 дециметрге, аудан тең болады 560 дециметр квадратқа. Табу керек А-ны. Шешуі бізге ауданның формуласы, мұны ауданның формуласы А-ны табу керек кезде бұлай өзгереді. Түрлендіреміз. Яғни А-ны табу үшін, бізде ұзындықты табу үшін ауданды еніне бөледі екенбіз. Олай болса, бізде аудан 560 дециметр бөлінген 8 дециметрге болады 70 дециметр. Жауабы 70 дециметр. Үшінші қатарда бізде А белгілі, Б белгісіз, аудан белгілі. Яғни А тең 5 метрге, аудан 75 метр квадратқа, Б белгісіз. Шешуі, яғни Б тең С бөлінген А бұл формула түрленді. Олай болса орнына қоя салайық. 75 метр квадрат бөлінген 5 метр болады 15 метр. Жауабы 15 метр. Яғни бізде Б-ның нәтижесі шықты. Соңғы қатарда бізде А белгісіз, яғни А-ның мәнін табу үшін Б 9 мм, С 180 мм квадрат. Ал шешуінде формула бұлай түрленеді. А тең аудан бөлінген С бөлінген Б. Яғни ауданымыз 180 мм квадрат бөлінген Б 9 мм болады 20 мм. Жауабы А тең 20 мм-ге. Балалар, бізде осылай есептер құрастырып шығардық. Сендерге түсінікті болды деп ойлаймын, балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, 5-ші есепте есептерді шығар деген А және Ә есебі бар. А есебінде балалардың музейге кіру билеті 45 теңге, ал ересектердің билеті одан 25 теңгеге қымбат. 2 ересек және 2 бала тұратын отбасы музейге кіру үшін қанша теңге төлеуі қажет? Осы есепті қарастырып алайық, балалар. Мінекей. Балалар билеті 45 теңге, ересектер билеті 25 теңгеге қымбат. 2 ересек билеті алынған, 2 балалар билеті алынған. Барлығы
қанша билет алынған? Шешуі. Біз бірінші ересектердің билеті қанша екенін тауып алуымыз керек, иә? Яғни бізге айтылған 45 теңгенің балалар билетінен 25 теңгеге артық деп. Яғни 45-ке 25-ті қоссақ 70 теңге. Яғни біз ересек билетінің бағасын таптық. Яғни ересек билеті 75 теңге екен. Енді мына жерде 2 ересек билет алынған. Қаншадан? 70 теңгеден. Ал 2 балалар билет алынған қаншадан? 45 теңгеден. Енді осының бәрін қосайық. 45-тен 2 билет алынған, 70 теңгеден 2 билет алынған. Екеуін қосып, мағынасын, нәтижесін аламыз. 45 көбейтілген 2 90 болады, 70 көбейтілген 2 140 болады. 90-ға 140 қосатын болсақ, 230 теңге. Жауабы барлық отбасы 230 теңгеге 230 теңгеге төлеп билет алған екен балалар. Мына жерде 90 деп қате кетіпті балалар, 230 теңге төледі. Келесі ә есебінен оқиық. Анасы, әкесі және балалары көрмеге келді. Қарап отырсаңдар, бұлар қанша бала екенін айтпаған, және балалары деген. Анасы, әкесі және балалары көрмеге келді. Олар кіру билеттеріне жалпы 250 теңге төлеген, 290 теңге төлеген. Ересектердің билеті 85 теңге, ал балалардың билеті 40 теңге тұрады. Көрмеге қанша бала барды? Енді анасы 85 теңгеге бір билет алған, әкесі 85 теңгеге бір билет алған, балаларының билеті 40 теңге, бірақ қанша билет алғаны белгісіз. Барлығы 290 теңге төлеген. Ал шығарып көрейік. Шешуі. 290-нан азайтамыз. 85 қосу 85. Яғни бұл екі анасы мен әкесінің алған билеттерінің сандары. 85 қосылған 85 тең 120 шықты бізде. Өйткені әкесі мен анасының алған билеттерін жалпы билет сомасынан азайттық. Сонда 120 теңгені біз бағанағы 40 теңгеге бөлсек 3 билет алынған екен. Яғни бізде жауабы көрмеге 3 бала барған екен. Жарайсыңдар балалар, дәптерлеріңе жақсылап жазып алыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік.